Алтынды Хайрбеш, менің атым Алмағжан. Мен Талғар жоғары медициналық колледжінде оқимын. Жүрек тыныштығы. Бақия Балтабайдың шығармасынан. Шығармада адамның ішкі жан дүниесі, өмірге деген көзқарасы, рухани тыныштықты іздеу жолындағы күресі суреттеледі. Бас кейіпкер өмірдің түрлі қиындықтарына бетпе-бет келіп, жан тыныштығына сабырлық пен өмірлік мәнге қол жеткізуге ұмтылады. Кітап психология және мотивация жанрында жазылған. Жасөспірімдер мен ересектерге арналған. Қазақ тілінде жарық көрген. Ол 2022 жылы басып шыққан. Байлық пен кедейлік көзқарасы, дұрыс өмір сүру жолдары сияқты тақырыптар талқыланады. Психологиялық кітап. Бақия Балтабайдың шығармасынан. Менің қолымдағы кітап Қозы көрпеш және Баянсұлу 13-14 ғасырдағы қазақ эпостикалық кітабы. Қазіргі заманға дейін дамып келе жатқан кітап бұрынғы замандағы, яғни екі байдың балаларының адастыруынан басталады. Қозы мен Баянды адастыруы және де олардың болашақ өмірлері туралы. Екі жырғаштың өмірінде көптеген қиындықтар болады, алайда екеуі де жырдың соңында қайтыс болады. Бұл жырда қазақ елінің баяғы тұрмыстық тіршілігі, жырлары, айтыстары баяндалған. Менің оқыған кітабым Әлихан Нұрқайышевтың 1970 жылы шығарылған «Махаббат қызық маусымдар» романы. Ол романда екі жастың махаббаты жөнінде айтылған. Менің қолымдағы кітап Құран кімнің сөзі, Мұхитдин Исаұлы. Негізінде Құран ислам дінінің қасиетті кітабы. Оны мұсылмандар Алланың сөзі деп есептейді. Ислам сенімі бойынша Құранды жазған адам емес, Құран Алла тағаланың соңғы пайғамбар Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға шеберлік періште арқылы араб тілінде вахи етілген. Бұл вахи Мұхаммед пайғамбарға 23 жыл бойы кезең-кезеңмен түскен. Негізінде Құранның жазуы Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі жазу оқу білмегендіктен Құранды арнайы жазып алатын сахабалар болған. Және де олар вахи етілген аяттарды жазып, жаттап сақтаған болатын. Осы Құран кімнің сөзі екені осылай айтылған болатын. Бұл мен қолымдағы кітап Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек поэмасы. Бұл поэмада екі жас махаббаттың жыр етіп көрсетілген. Тарихқа үңілсек, 1892 жылы Дауа уағаяты газетінде бірінші рет жарияланған. Бұл кітап Айтұрхан Есімбектің «Іңкәр жүрек» кітабы қазіргі қазақ әдебиетінің көрнекті туындыларының бірі. Бұл кітапта махаббат, өмірдің мәні, адамгершілік құндылықтар, туған жерге деген сүйіспеншілік және ішкі рухани ізденістерге терең сипатталған. Қолымдағы кітап Баянсұлу Қозы көрпеш кітабы. Бұл нұсқа 1988 жылы шыққан, өз баспасына енген. Бұл кітапты жазушы Әлкей Марғұлан, оны әзірлеген Мұқатов безендірген.